Достар, баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пиццаға арналған оригинал соус дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Соусты 2 пиццаға арнап жасаймын. Төменде видеода описанияда барлық ингредиенттердің мөлшері белгіленген. Ол үшін бізге қызанақ қажет, қант, паприка, тұз, орегано, базилик және де сарымсақ керек. Ең алдымен біз қызанақтарды қабығынан ашуымыз қажет. Ол үшін үстіне осындай тілімдерді жасап, қайнап тұрған ыстық суды құйып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Судан соң қабығы оңай ашылады. Барлығын қабығынан тазартып, майда бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен еземіз. Үлкен түйіршіктері қалып кетпеуі қажет, сұйық масса болып шығу керек. Қызып тұрған табаға май құямыз, содан кейін сарымсақты салып, кішкене қуырып аламыз. Содан соң үстіне паприка салып араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Кішкене ғана араластырып болған соң, қызанақтарды құямыз. Үстіне тұз, қант, орегано және де базиликті салып, 2-3 минут қайнатып аламыз. Кішкене суы сарқылған соң, соусымыз дайын болады. Мінекей біздің соусымыз дайын болды. Бұл өте дәмді, барлық пиццаның түріне жарай береді. Нағыз оригинал соус. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.